Assalamu алейкум, құрметті ат сүйер қауым. Топ бәйге Алматы облысы Шеңгелді ауылына келдік. Наурыз мейрамында Шеңгелді ауылының азаматтары жылда марттың 23-22 күні осындай керемет, тамаша, дүбірлі бәйге өткізеді. Бәйгеден түскен қаражатты Шеңгелді ауылының мешіт пен медресеге ауылдың азаматтары садақа ретінде беріледі. Сондықтан садақаларыңыз берген қабыл болсын. Бәйгенің бағдарламасында тай бәйге, құнан бәйге және аламан бәйге. Аламан бәйгенің басты орнына су жаңа автокөлік. Көріңіздер, тамашалаңыздар, қай кімнің аты және қай өңірдің аты бүгін топ жарып су жаңа автокөлікті ұтаткен, бірге тамашалайық. Құрметті көрермендер, бәйге сүйер ағайын, құнан бәйгеміз 3 айналым 11 шақырым, бас жүлдеміз мотокөлік, 2-ші орынға жылқы, 3-ші орынға 1 қой 30 мың, 4-ші орынға 1 қой 1 ешкі, 5-ші орынға 1 ешкі 30 мың. Бәйгілі болыңыздар, құрметті бапкерлер, ат иесі, шабандоздар, аттарыңыз сүрінбесін. Құнан бәйгеміздің бас жүлдесін Қонаев қаласы әкімдігі кәсіпкерлеріне рахмет. Осындай мотокөлік арнап біздің ұлыстың ұлы күні Шеңгелді ауылында өтіп жатқан, осындай бәйгемізге демеуші болып атсалысып жатқан Шеңгелді ауылдың азаматтарына мың алғыс, мал бастарына амандық, отбастарына береке, жүректеріне иман, өмір ғұмырларын ұзақ қылсын, ұрпақтарын бақытты етсін. Құрметті ағайын, құнан бәйгенің айналымы 3 айналым. Құрметті көрермендер, әрбір алдымыздан өткен сайын құнандарымызға, шабандоздарымызға демеу білдіріп, қиқу көрсетіп, айғайлап, делебелерін қоздырып отырайық. Тұлпарда сезеді, тұлпарда жануар, аттың да киесі бар. Халықтың шулаған қошеметіне кейбір тұлпарлар делебесі қозып, шапқанның үстіне шауып, сондай бір мықты бәйге көрсетеді. Құрметті ағайындар, шаң жуытпай, бұлттан озып, қара бөлініп, екі жүйрігіп, екеуінің қайсысы бас жүлдеге ие болады екен. 5-ші нөмірлі және 4-ші нөмірлі тай дейді. 5-ші нөмірлі алтын қыз, Бейбарыс деген шабандозды Ұзағаштан келген екен. Қордай ауданынан келген тай екен.
Liderдеген жоқ әлде артында келе жатқан қошемет көрсетіп отырайық, құрметті көрермендер. Міне нағыз жүйріктер, міне нағыз шешушіліктер, міне нағыз шабандоздар. Айда шабандоз, айда. Осындайда шаппағанда қандай жерде шабасың? Достың ұлы тойы, Наурыз мейрамы құтты болсын. Міне Қаратайымыз бас жүлдеге иелену сәтінде. Ай, жүйріктер! Бәйгемізді үрдіске айналдырғалы міне биыл 5-ші жыл ат салысып үлес қосқан Шеңгелді ауылы азаматтары, ауылы әкімдігі, Қонаев ауылы азаматтары, Қонаев ауылы әкімдігі кәсіпкерлеріне мың алғыс. Осындай бәйгемізді жоғарғы деңгейде ұйымдастырып ат салысып жүрген барлық азаматтарға Алла разы болсын. Ал бүгінгі Наурыз мейрамына арналған Шеңгелді ауылы тай бәйгеміздің жүлделі 5-ші орнына ие болған марапаттауға, тай бәйгемізді марапаттауға Шеңгелді ауылының әкімі Жазиев Мақсат Өмірғалиұлын шақырамыз. Ортаға келсеңіз. Тай бәйгесі Наурыз мейрамына арналған тай бәйгеміздің жүлделі 5-ші орнына ие болған Алакөз деген тұлпарымыз Нұрбақыт ат иесі Тескен судан келген. Ортаға қарай келіңіздер. 4-ші орны Азамат Жайлаубай, Қонаев қаласы, құрметті ағайын. Көрші Қонаев қаласынан Азамат Жайлаубай Диора есімді тайымен бәрекелді бәйгелі болыңыздар. 3-ші орында Құсайынов Айдос, Қордай ауданы, Қордайдан келген Ақкербез есімді сәйгүлік. Ортаға келсе Құсайынов Айдос. 2-ші орын Алтын Құс, Бейбарыс, Жәнібек Ұзынағаштан келген. Барма, ортаға қарай келіңіздер. Ат иесі шабандоздарыңызбен бірге ортаға келіп, тай бәйгеміздің бас жүлдесіне ие болған Шиен ауылынан келген Шыныбеков Сырым хан есімді жүйрігімен. Бар мекен, Шыныбеков Сырым ағамыз, Шиен ауылы. Бәрекелді, қошемет, құрметті ағайын. Жүлделі орындарыңыз құтты болсын. Үлкен додаларды бәйгелерде тағы да топ жарып, тұлпарларыңыз бәйгелі бола берсін. Рахмет сіздерге, осындай ауылымызға кеп ат салысып, бәйгелі болып жатқандарыңызға. Құрметті көрермендер, тай бәйгесінің 1-ші орнына жылқы, 2-ші орнына электромобиль, 3-ші орнына бір қой 20 мың, 4-ші орнына бір ешкі, бір теке, 5-ші орнына бір ешкі 20 мың теңге. Осындай жүлделеріміз болған. Міне электромопедтеріңіз бәрекелді, бәйгелі болыңыздар. Құрметті атбегілер, бәйге маусымында сіздердің аттар ұту үшін бір қадам жақындататын препараттар толық топ бәйге дүкенінде бар. Ең маңыздысы осы препараттарды қалай қолдану керек екенін, қанша миллиграмм және қашан салу керек екенін, осы құпияны осы номерге хабарлассаңыздар, сіздерге толық ақпарат беретін болады. Ары қаратай көре беріңіздер. Қазір 2-ші бәйгеміз Құнан бәйгеміз. Құнан бәйгеміз 2 жастыға толған тұлпарлардың қатысуымен өтетін бәйге жарысы. Бәрекелді, құнандарымыздың тісін тексеріп, жастары айқындалып, міне сөреге қарай айдалу үстінде. Құрметті бапкерлер, атбегілер, шабандоздарыңызға қатаң ескерту. Бәйге айналымын кеспеу керек. Төрешілердің айтқанын тыңдау керек. Бір-біріне кедергі болмау керек.
бір-бірін шабандоздар балағаттамау керек. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Барлығымыз бір ережеге бағынуымыз керек. Құрметті атбегілер, құрметті бапкерлер, ал құрметті бәйге сүйер ағайын, көрермендер, сіздер жанкүйер болып, әрбір құнандарға дембеліп, айқайлап, қиқулап отырыңыздар. Тұлпарлар да сезеді. Тұлпарлар да жанкүйерлерінің көп екенін, бар екенін сезсін, құрметті ағайын. Ал бәрекелді, құнандарымыз басталды, құрметті көрермендер. Суырылып қара құнанымыз міне алдыға шықты. Қалай болар екен? Соңына дейін күші шамасы жетер ме екен? Жоқ әлде басқа бабы жоғары құнан бас бозар ма екен? Оның артынан торы құнанымыз көріп тұрсыздар. Аяқ алысы жаман емес, барлығы бір Аллаға мәлім. Осындай құнандарды тағымдаған шабандоздар, аман есен болыңыздар. Құнан бәйгеміз басталды. Қазір келгендерді мен саған жариялап отырам. Бесеуі маған келіп айтады, саған мен растөйлеп айтып отырам, бағаландай бос болмайды бұл жерде. Құнан бәйгеміз 33 құнан қатысып жатыр екен, құрметті көрермендер. 33 құнан. Алиба атты құнанымыз бірінші нөмірде. Шабандозы Абзал, Әлшер Амиров, Шенгелді ауылы, Ақтанау, Ғани шабандозы, Шенгелді ауылы, Зинел ағамыз, Аякөз Санжар, ат егесі Бекіш, Көкбастау, Ардана, Сұлтан Төрехан шабандозы, Зайсан, Шығыс Қазақстан облысынан келген екен, құрметті ағайын. Бәрекелді, соны Зайсан қаласынан келген екен. Қазқоңыр, Еламан ауылы, Талғардан келген екен. Нұрғали Ғабидолла, 8-ші нөмірде Гаухар деген құнанымыз. Қуандық Мираш, Қаскелен қаласынан. 9-ші нөмірде Көктерек, Жанат ағамыздың құнаны. Мойынқұм Көктерек. Алау, шабандозы Бегарыс, Шенгелді ауылынан. Марат ағамыздың құнаны. Қарағыз, Уәли, Шенгелді ауылыныкі. Алан, Алаян, Алдияр, Марат ағамыздың, Шенгелді ауылының құнаны. Елік торы, Қапшағай қала, Қонаев қаласы, Дәурен ағамыздың құнаны. Жұлдыз 14-ші нөмірде Марат, Қонаев қаласының тұлпары. Жирен сұлу, Жалғас. Он 16-ші нөмірде Тереңсай, Шығыс, Шыңғыс, Кенжебек ағамыздың, Бәйтерек еңбекші, Ұзынағаштан келген Тастемір. 18-ші нөмірде Сарбаз, Аққайнар. 19-ші нөмірде Падишах, Жоламан, Қараторғай, министрліктен келген. Роза 21-ші нөмірде Бақалы ауылынан келген. 22-ші нөмірде Снайпер, Арна. 23-ші нөмірде Зымыран, Арнадан келген. Максимус, Бақанас ауылынан келген. Көк дейді, Бақанас ауылынан келген Қасым ағамыздың тұлпарлары.
Ал бәрекелді құрметті көрермендер. Құнандарымыз бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басу сәтінде міне қошемет көрсетіп, қиқу білдіріп отырайық. Осындай құнандарға шауып жатқан шабандоздарымызға Алла тіл көзден сақтасын. Деп шыққан қара құнанымыз ба әлі бастап отырған? Бәрекелді. Осы құнан аяғына дейін жетер мекен? Ал шабандоз, екінші айналымға кеттіңдер. Екінші айналымға кеттіңдер, құрметті шабандоздар. Он жетінші және 8-ші нөмірде құнандар топ бастап бара жатыр дейді. 8-ші нөмірде Қаскелен қаласынан келген Шәкенов Абылай ағамыздың Гаухар есімді құнаны, шабандозы Қуандық Мирас дейді. Бәрекелді. 17-ші нөмір ма келесі? Тас темір Ұзынағаш Шиен ауылынан келген құнан екен. Құрметті ағайындар. 33-ші нөмірде Айка, Талғар ауданы Нұра ауылынан келген. 32-ші нөмірде Көзайым, Жамбыл облысы. 31-ші нөмірде Жұлдыз, Үшбұлақ ауылынан келген. Марлен деген ат иесі. Нұртөбел 30-ші нөмірде Алматы облысы. Сұлтан дейді. Мади бауырымыздың Шеңгелді ауылының тұлпары. 28-ші нөмірде Жұлдыз, Талғар ауданынан келген. 27-ші нөмірде Байкөл, Кеген ауылынан келген. Бәрекелді. Осындай ауданнан, ауылдардан, Шығыс Қазақстан облысынан келген құнандарымыз бар екен. Құрметті ағайын, құрметті бәйге сүйер қауым. Құрметті көрермендер, топ бастап бара жатқан құнанымыздың міне шамасын көріп отырсыздар. Топтан ұзап, алдыға қара суырылып шығып жатыр. Бұл да бір бапкердің әдіс тәсілі мекен, жоқ әлде шабандоздың өзінің айла тәсілі мекен, жоқ әлде аттың жүйріктігі мекен. Құрметті ағайындар, қарап отқандарыңыздай, артқы топта отырған құнандарымызда кішкене жылдамдығын арттыруда. Қазір осыдан кейін соңғы айналымға кететін болады. Төлесілер, мәшінен байқадыңыздар, төлесілер, құнандардың алдынан шығып жүрмесін. Эвакуатор тоқтатып қойыңдар тақа. Бәрекелді, құнандарымыздың жылдамдығын көріп отырсыздар. Жылдан жылға бәйгеміздің жылдамдығы арту үстінде, құрметті көрермендер. Бұл дегеніміз қазақ атбегілерінің біліктілігінің арттыруында, қазақ тұлпарларының дәрежесінің жоғарылауында, шабандоздарымыздың жылдан жылға міне біліктілігі, тәжірибелері артып, осындай жылдамдыққа дейін бәйгеміз өту үстінде. Мына шетелдер, Америка, Европалар, Дубайдың адамдары, халқы таңғалады екен. Қазақтар, сіздер қалай осындай қашықтықта, осындай жылдамдықта тұлпарларды қалай дайындайсыздар деген. Бұның бір себебі, құрметті көрермендер, біз қазақ атпен бірге туған жандармыз. Әрбір аттың қас-қабағынан танып білетін сондай мықты қанымызда бар. Керемет азаматпыз, керемет ұлтпыз, құрметті ағайындар. Міне бәрекелді
тұлпарларымыз, құнандарымыз екінші айналымды аяқтап, қазір соңғы үшінші айналымға аяқ басады. Қиқулап, айғайлап, демеу білдіріп отырайық. Соңғы үшінші айналымға кеттіңдер, шабандоздар. Соңғы айналымға кеттіңіздер. Ай, бәрекелді, қара құнан. Тіл көзден сақтасын, бәс бәйге өзіңе бұйырсын. Ауыздықпен тістесіп, аузын ашып айқара кетіп бара жатыр міне қара құнанымыз. Алла тағалам бас бәйгені бұйыртып, бапкері мен шабандоздың еңбегін ақтасын. Міне топта да небір жүйріктер отыр, соңғы 500-дік сәтті күтіп, жирен құнанымыз топ бастап бара жатқан 17-ші нөмірлі құнанымыз екен. Қазір сонда информация келеді, Тас темір Ұзынағаш Шиен ауылынан келген. Кеңес әулеті дейді, топ бастап бара жатқан құнанымыз. Тас темір екен, Ұзынағаш Шиен ауылынан келген, құрметті ағайын. Құрметті ағайындар, ана жаяулар аттың алдынан жүгірмеңіздер, шықпаңыздар, ат иесі, бапкерлер, тұлпарлардың алдынан шықпаңыздар. Артқа қарай қайтыңыздар. Ай, міне, екінші топта келе жатқан үш құнанымыз. Соңғы айналымға кеттіңдер, шабандоздар, соңғы айналымға. Үмітсіз шайтан дейді енді. Аяғына дейін айналып шығыңыздар, аттарының шамасы болса. Болмаса алдыда бәйге көп, соғанда күшін сақтап шықсаңыздар да болады. Үмітсіз шайтан дейді енді. Аяғына дейін айналып шығыңыздар, аттарының шамасы болса. Ал бәрекелді, қара құнанымыздың Шиен ауылынан келген жылдамдығын байқап, қарап отырыңыздар, құрметті ағайын. Артынан келе жатқан топқа жеткізер мекен, жоқ әлде оқ бойы озып, бүгінгі Наурыз мейрамымызға арналған құнан бәйгеміздің бас жүлдесіне ие болар мекен. Міне ғажап көрініс, міне ғажап табиғат. Құрметті бәйге сүйер көрермендер, атбегі азаматтар, ауыл азаматтары, құрметті қонақтар, қара құнанымыздың тіл көзіміз тасқа, Алла тағала бүгінгі бағын жандыра көрсін. Деп алға суырылып шыққан еді, бабы мен бағы қатар шапсын. Кеңес әулеті Шиен ауылының құнан екен. Артынан топ бастап келе жатқан тұлпарларымыздың да міне жылдамдықтары керемет. Соңғы 500-дік шешуші мәреге дейінгі сәтке тақалғанша қалай болар екен? Кушай, келген мұндап тұр, бар ма? Шешуші мәреге дейінгі сәтке тақалғанша қалай болар екен? Ал міне тобымыз жетіп бастап бара жатқан құнанымызға артымыздан келе жатқан топ жетіп қалды. Бұл қалай болар екен? Соңғы 500-дікте қара құнанымыз қайтер екен. Бұл да бір бапкердің айла тәсілі, шабандоздың біліктілігі болуы мүмкін. Артындағы топқа жеткізіп, соңғы 500-дік мәреге дейінгі тураға шыққан кезде қайтадан айдауы мүмкін ба? Шамасы күші жетер мекен? Ал құрметті ағайындар, бәйге аттарының алдынан жүгірмеңіздер, ат иесі, шабандоз бапкерлер, соңына дейін сабыр сақтап күтейік.
Ayda şabandoz, ayda kamşıla. Berekelde. Kara kunanımыздың babı gelісkenмен bağı жанбаған секілді. Алдыға суырылып көк құнанымыз міне мәре сызығына қарай беттеп келе жатыр. Айда шабандоз, айда. Қошемет қайда, құрметті ағайын. Ай, бәрекелді, ат шаппайды, бап шабады. Бап шаппайды, бақ шабады деген міне осы. Бағы жанған көк құнанымыз Аллахтың қалауымен мәре сызығын міне бірінші болып кесті. Ал қара құнан екінші орынға ие болды. Үшінші орынға да қара құнан, төртінші орын жирен. Ал құрметті көрермендер, Наурыз мейрамына арналған құнан бәйгеміз осымен өз мәресіне жетті. Жүлделі 5 орынға ие болған сәйгүліктеріміз аман есен, балалар құламай, аттар сүрінбей, аман есен өтті міне, құрметті ағайындар. Құнан бәйгеміздің жүлделі 5 орынға ие болған Бақытбек Алинұр көз айымесінде жүйрік. Бәрекелді бәйгелерін құтты болсын. Бәйгесі бір ешкі 30.000 теңгеге құрметті ағайын. 4-ші орынға Алакөз, Бекіш Көкбастау ауданынан келген. Жүлдесі бір қой, бір ешкі. Бекіш мырза, ай, бәрекелді құтты болсын. Құнан бәйгеміздің 3-ші орны бір қой 30.000 теңге. Қарақыз, Іле ауданы, Сержан есімді азаматымыз құтты болсын. Қарақыз есімді құнан, Іле ауданынан келген. Ай, бәрекелді. Жүлделі 2-ші орынға жылқыға ие болған Тастемір есімді тұлпарымыз. Кеңес әулеті Ұзынағаш. Құтты болсын аға, бәйгілі болсын тұлпарларыңыз. 1-ші жүлделі бас жүлдеге ие болған құнан бәйге көрші Бақанас ауылының тұлпары Қасым Максимус есімді сәйгүлік. Бәрекелді, Жамбыл керек байма, бапкері. Ай, құтты болсын. Жамбыл. Жүлдесі мотоцикл. Төмен жақтан береді. Грамота, бер қарай. Міне, ағамыздан алыңыз, ағамыздан. Секенай ағамыз, атақты атбегі Секенай ағамыздың былтырғы көшпенділер ойының жеңімпазы. Құрметті ағайындар, атбегілер, жүлделі бола беріңіздер, тұлпарларыңыз сүрінбесін. Сізге де рахмет, барлықтарыңыз бәйгілі болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, аламан бәйгемізге түсетін тұлпарлар міне көз алдарыңыздан өтіп бара жатыр. Нөмірлерін естеріңізге сақтап, ай осы тұлпардың бағы мен бабы жанады-ау деп естеріңізге сақтап, жанкүйер болып отырыңыздар. Қай тұлпарға бас бәйге бұйырады екен? Сайдың тасында іріктелген небір тұлпарларымыз. Ішінде таза қандарымыз да бар, ағылшын арабтарымыз да бар, өзіміздің қазақыларымыз да бар, көріп тұрғандарыңыздай. 26 шақырым, 7 айналым, оңай емес. Тек бабы мен бағы қатар шапқан, әбден дайындықта пысықталған тұлпарлар ғана бүгінгі бас бәйгеге үміткер болуға лайықты. Құрметті көрермендер, үстінде отырған шабандоздарымызды Алла тағалам өзі сақтап, сүрінуден, жығылудан аман сақтасын. Осындай атқа мінер батыр ұлдарымыз әрбір шаңырақта болсын. Құрметті ағайын, құрметті көрермендер, мына тазалықты сақтайықшы. Құрметті көрермендер, керемет табиғатымызды бұзбай,
көріп отқандарыңыздай әрбір бөтелкелеріңізді, салафан, басқа да қағаздарыңызды қалталарыңызға салып ала кетіңіздер. Мына жердің табиғаты керемет, көріп отқандарыңыздай. Мусорларды, қоқыстарды тастамаңыздар. Әрбір ауыл азаматтары, ауыл кісілерінің еңбегі бар. Еңбекті ақтаңыздар, тазалықты сақтаңыздар. Отырған жерлеріңізді жинап, құрметті ағайын, құрметті мұсылман бауырлар, барлықтарыңыз таза ұстаңыздар. Ай, аламан бәйгеміз басталды. Құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат. Ал, бәрекелді. Тағы да жирен атымыз міне суырылып алға шықты. Артынан қара. Бәрекелді, міне нағыз дода, міне нағыз бәйге. Аламан бәйгесі, бәйгенің төресі. Әрбір еңбек, әрбір сәт, әрбір осындай бір керемет нәтиже көрсететін бәйгеміздің шешушісі осы аламан бәйге. Arkadan ne? Bristol tek gitti. Ал, құрметті көрермендер, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымызға арналған бәйгемізге міне бәйгеміздің тағы бір көрсеткішінің жоғарғы екенінің дәлелінің бірі бүгінгі аламан бәйгесіне 51 сәйгүлік түсіп отыр екен, құрметті ағайын. 51 сәйгүлік алыс жақыннан келген. Бірінші орында гладиатор Шенгелді ауылының Алишер Аширов бауырымыздың тұлпары. Екінші орында Ханторы Данияр Ұзынағаштан келген. Үшінші нөмірлі, төртінші нөмірді Алқоңыр Қапал ауылынан келген екен. Хадия 5-ші нөмірде Ұзынағаш Достық Мүзей Жамбылдан келген. Ерке Торы деген сәйгүлік Қаскелеңнен келген. Ханторы Тарғап ауылынан келген. Бастина Талғар ауданынан келген. Арманай Шенгелді ауылының жүйрігі. Король Қордай ауданынан келген. Найзагүрең Ұзынағаштан келген. Асыл Арна Мыңбайдан келген. Мархабат дейді Жамбыл облысы Мойынқұмнан келген. 7-ші нөмірде Нурикамал Кербұлақ ауылының тұлпары. 16-ші нөмірде Гүлсары Қарашоқы көрші ауылдардан келген. 17-ші нөмірде Көшпенді Қордай ауданы. 18-ші нөмірде Еңілік Есік қаласынан келген. Далина Шенгелді ауылының тұлпары. Нұрғасқа Ұзынағаштан келген. Сұңқар Жетіген ауылынан келген. Айбат Шенгелді ауылының тұлпары. Медеу Жәпек Батыр Телқоңыр Сонау Жазиралы Жаркент қаласынан келген. Бәйтерек Меркі Жамбыл облысының тұлпары. Жұлдыз Қонаев қаласынан келген. Албан Торы Талғар қаласы. Нарғасқа Талғар қаласы. Тауасар Қонаев қаласы Қайырхан ағамыздың тұлпары екен. Құрметті ағайын, 30-ші нөмірде 30-ші нөмірде Көкбайрақ Жамбыл Қарасу. Ақтерек 30-ші нөмірде Ескелді Жалғызағаш. 33-ші нөмірде Тасқын Ескелді Қойшыбай. Арбат Дегерестен келген сонау. Мұрагер Сарбастау ауылы. Көкшоқай Талғар ауылы. Бақторы Талғар қаласы. Қарақат Теміртас қаласы. Ерке Торы Ұзынағаштан келген. Олар дейді Қарасаз ауданы. Майтөбе Алматы облысы Аққайнар. Айтұмар Үшбұлақ ауылы. Аламан дейді Қонаев қаласынан. Золотой деген Қонаев қаласы. Марат Смогулов ағамыздың тұлпары екен. Жамбыл ауданы Үміт Сникерс Қонаев қаласы. Қарашеңгел Қарасай ауданы.
Наурыз Қонаев қаласы Ұзынағаштан келген қозы күрең 50 номерде түйе торы Көкбастау Кеген ауданынан келген Байкөл Кеген ауданының тұлпары екен. Ал құрметті көрермендер, аламан бәйгесінің бірінші айналымы аяқталып, екінші айналымға қадам басып бара жатыр сәйгүліктер. Ал екінші айналымға кеттіңдер, құрметті шабандоздар. Екінші айналымға қадам басып бара жатырсыздар. Адеп суырылып алға шыққан жирен мен қара тұлпарларымыз міне тізгіндерін тежеп, аттарының делебесін кішкене басып, 26 шақырым оңай емес, сәл де болса жылдамдықтарын азайтты. Екінші айналымға кеттіңіздер, екінші айналым, құрметті шабандоздар. Бәрекелді, Нағымхан Дәурен есімді Шеңгелді ауылының азаматы, менде де ақындықтың жүрегі бар деп, өзінің ақ тілегін осындағы бәйге сүйер көрермендер сіздерге арнап жатыр. Құрметті атбегі шабандоздар, бапкерлер, барлық осында жиналған қауымға арнаған жайы бар. Сіздің де деніңізге саулық, басыңызға амандық, отбасыңызға береке бірлік берсін. Дәурен мырза, Шеңгелді ауылының азаматы, міне құрметті ағайын. Құрметті ағайын, тұлпарларымыз қазір екінші айналымды аяқтауға жақын. Міне алға қарай қара үзіп, топтан бөлектеніп, жалғыз өзі қара тұлпарымыз алдыға шықты. Соңына дейін жетер мекен күш қайраты. Бұл да бір шабандоздың айла тәсілі мекен. Атты тұлпарды шаңға салмай, дүбірге қинамай, алдыға суырылып шығып, ақырын отырайын деген бір үмітім екен. Қалай болар екен? Бәрекелді. Міне топ бастап отқан шабандоздардың әдіс тәсілін байқап отырған шығарсыздар, құрметті көрермендер. Сайға қарай атын кішкене қамшылап, топтан ұзатып алады да, жоғарғы төбеге қарай атының ауыздығын тіреп, күшін сақтап, асықпай шығуына ниет етіп, әрекет жасап жатқан жайы бар. Бұл шабандоздың тактикасы, біліктілігінің арқасы. Міне құрметті ағайын, үшінші айналымға кеттіңдер, құрметті шабандоздар. Үшінші айналымға кеттіңіздер. Алда 4 айналым бар. Үшінші айналымға кеттіңіздер. Бәрекелді, құрметті шабандоздар. Тақымдарың талмасын, аттарың сүрінбесін. Үшінші айналымға аяқ бастыңыздар. Бірінші топта көріп отқандарыңыздай сәйгүліктер, екінші топта тағы да мен деген жүйріктер отыр. Үшінші айналымға кеттіңдер, шабандоздар. Үшінші айналымға аяқ бастыңдар. Бәрекелді, тұлпарларымыз бәйгілі бола берсін. Ақбоз аттың шабысына бір қошемет, құрметті ағайын. Топ бастап бара жатқан 6-шы нөмірлегі Достық есімді сәйгүлік екен. Музей Жамбылдан келген шабандозы Мансұр
Ернұр ағамыздың тұлпары екен. Соңына дейін жетіп бәйгілі болсын деген ниеттеміз. Тұлпары сүрінбесін. Құрметті көрермендер, тұлпарлардың қарқынын бақылап байқап отырғандарыңыздай, жылдамдықтары өте мықты. Бұл дегеніміз қазақ атбегі, қазақ бапкерлерінің тәжірибелерінің молдығында тұлпарларымыздың, аттарымыздың жылдан жылға дәрежелерінің көтерілуінде міне нағыз тартысты дода аламан бәйге. Аламан бәйгеміздің бас жүлдесі автокөлік, су жаңа автокөлік. Қонаев қаласы кәсіпкерлерінің, Қонаев қаласы әкімдігінің демеушілігімен беріліп отырған, осы үрдіске айналған биылғы 3-ші жыл қатарынан беріліп жатқан темір тұлпар. 2-ші орынна мотоцикл, 3-ші орынна тай, 4-ші орынна бір қой 50 мың, 5-ші орынна бір қой бір ешкі. Шеңгелді ауылының үлес қосқан әрбір азаматтарына алғысымыз шексіз. Бәрекелді құрметті ағайын, 3-ші айналымда аяқтап 4-ші айналымға аяқ басу сәтінде тұлпарлардың 4-ші айналымға кеттіңіздер шабандоздар. 4-ші айналым, 4-ші айналымға кеттіңіздер шабандоздар. 4-ші айналым. 2-ші нөмірлі, 7-ші нөмірлі, 31-ші нөмірлі Сайгүлік екен міне топ бастап бара жатқан. 2-ші нөмірлі Хан Торы, Ұзынағаштың тұлпары топ бастап бара жатқан. 2-ші топты 6-27 2-ші топты 6-25 15-ші нөмірлі Сайгүліктер топ бастап бара жатыр екен. Бәрекелді. 4-ші айналымға кеттіңіздер шабандоздар. 4-ші айналым. Төрешілер, ана айналымның арғы жағындағы шабандоздар шығара берсеңдер болады-ау. Қателесіп кетпеңіздер. 4-ші айналымға кеттіңіздер. 4-ші.
4-ші айналымға кеттіңіздер, шабандоздар. 4-ші айналымға. Бәрекелді Ақбозат бәйгелі бол. Қума атыңды, қума. Осымен отыра бер. Аламан бәйгеміздің соңын бастап келе жатқан екі тұлпар. Соңында бастап келе жатқан 4-ші айналымға кетіп бара жатсыңдар, шабандоздар. 4-ші айналымға аттарының күші болмаса тоқтатып алыңдар. Алдыда әлі талай көбірлі дода бәйгелер бар. Енді топтың басына жетпеулерің бір Аллаға мәлім, бірақ жете алмайтын сияқтысыңдар енді. Алдыда топ бастап бара жатқан 3 тұлпарымыз. 31 бастап келеді. 31 бастап келеді. 2-7. 31 Көк байрақ есімді тұлпар, Жамбыл Қарасу. Жасылан ағамыздың тұлпары, шабандозы Мерей. Көк байрақ екен, құрметті көрермендер. Топ бастап келе жатқан көк байрақ тұлпарымызға Алла тіл көзден сақтап, соңына дейін жетуге нәсіп етсін. Бәрекелді. 4-ші айналымның аяқталуы жақын. Содан кейін 3 айналым қалады, құрметті көрермендер. Көк байрақ тұлпарға дем беріп қошемет көрсетіп отырай, қиғулап отырай, құрметті ағайын. 2-ші нөмірде Ханторы дейді, Ұзынағаш ауылының тұлпары. 7-ші нөмірде Нурикамал, Кербұлақ ауылы тұлпары. Нұрлыбаевтар әулеті. 2-ші нөмір, 7-ші нөмір, 31-ші нөмірдегі тұлпарлар міне топ бастап отыр. Үстіндегі шабандоздардың ептілігін, тәжірибесінің молдығын байқап отырсыздар. Жоғары қарай аттарын қинамай, төменге қарай топтан ұзап алшақтап алу сәті. Міне құрметті ағайын, құйқу қайда? 5-ші айналымға кеттіңдер, шабандоздар. 5-ші айналымға аяқ бастыңыздар.
6-шы айналымға аяқ басып бара жатсыздар, құрметті шабандоздар. 6-шы айналым. Құрметті көрермендер, көріп отқандарыңыздай суырылып, міне 4-5 тұлпарымыз алға шығып, бір-бірімен ауыздық тіресіп, соңғы мәреге, соңғы шешуші айналымға қарай келе жатыр. Не деген жылдамдық, не деген жылдамдық. Ай, бәрекелді. Бүгінгі бас бәйгеміздің жеңімпазы міне анықталу үстінде. Ай, бәрекелді. Не деген шабыс, не деген жүйрікшісің жануар. Осындай жануарды жаратқан Аллаға сансыз шүкір. Ап, бәрекелді. Мәре сызығын бірінші кескен күрең тұлпарымыз міне. Ай, екінші орынға айда. Қара сәйгүлігіміз екінші болып өсті. Көк атымыз 3 болды. Айда, 4-ші орынға айда. Ай, бәрекелді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына арналған Шеңгелді ауылының бәйгесінің міне жүлдегерлері анықталды, құрметті ағайын. Ал құрметті көрермендер, құрметті бәйге сүйер ағайын, ауыл тұрғындары, осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымызға арналған бәйгемізге келген барша ағайын, бәйгенің төресі Аламан бәйгенің марапаттау сахнаға Қонаев қаласының әкімі Асхат Ермекұлы өзіңіз марапаттап, барлық атбегілерге қолдау көрсетсеңіз. Қошемет, құрметті ағайындар. Бір ауыз ақ тілегіңізді айтып, Бүгінгі мерекеміз баршамызға құтты болсын. Аттардың бәйгелі болсын. Жаңа жетістіктерге, жаңа жемістерге жете берейік. рахмет, айтқаныңыз келсін. Аламан бәйгеміздің жүлделі 5-ші орнына Арбат есімді тұлпар, Қалыбеков Орал, Ескелді ауылы, бір қой, бір ешкі жүлдесі. Қалыбеков Орал, Ескелді ауданы. Бәрекелді, ортамызға келіңіздер. Дегерез ауыл екен, қателесіппіз, кешірім сұраймыз. 4-ші орынға Ақтамау, Ақылбай шаруа қожалығы, Ескелді ауылынан келген атақты жұмыртияқтың иесі Ескелді ауылы, Ақылбай шаруа қожалығы, Ақтамау есімді жүйрігіміз. Бір қой 50 мың теңге жүлделеріңіз. Жүлдесіне бере беріңіздер конвертті. Міне, бәрекелді. Жүлделі 3-ші орынға ие болған Іле ауданынан келген Қарағыз. Жоқ, кешірім сұрайым. Көкбайрақ, Жасұлан. Бәрекелді, Жасұлан, Көкбайрақ. Жүлдеңіз бір тай. Құтты болсын. 2-ші орын Хадия Алмасбек Диас,
Ұзынағаштан келген бәрекелді Хадия мотоцикл, жүлделеріңіз мотоцикл. Құрметті ағайын, Наурыз мейрам бәйгесіне арналған бәйгеміздің бас жүлдесіне ие болған Әлішер Раширов, гладиатор есімді тұлпар, Шеңгелді ауылы. Құрметті ағайын, Шеңгелді ауылының тұлпары, Шеңгелді ауылының намысын қорғаған міне гладиатор Самат деген бапкері. Бәрекелді. Шеңгелді ауылының тумасы, бас жүлдесі темір тұлпар. Қонаев қаласы әкімдігі мен кәсіпкерлерінің атынан беріліп жатқан темір тұлпар құтты болсын. Естелік бір суретке түсіңіздер, барлықтарыңыз біле. Құрметті көрермендер, бәйге сүйер ағайын,